Баршаңызға сәлем, қажет арнасына қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп отыруыңызды сұраймын. Мүшелердің ішіндегі ең ақылдысы және сізге жаны ашитыны ол бауыр екен. Тіпті 70%-ға дейін өзінің массасын жоғалтса да, бауыр тез қайта қалыпқа келеді екен. Сонымен бірге бауырда ғана болевой рецептор жоқ. Сол себепті де ол сізге қиындық туындатпайды. Әбден 4-5 степендегі ауру келгенде ғана бауыр мен ауырып жатырмын деп сигнал беруі мүмкін екен. Ал тез қалыпқа келетін болғандықтан, оны сіз дәл қазір қолға алатын болсаңыз, онда тез қалыпқа келтіруге мүмкіндігіңіз бар. Сол себепті таңғы уақытта жылы сумен бастаңыз, және де бауыр үшін көмекші смузилерді жасап ішіңіз. Бауыр үшін көмекші смузилер. Біріншісі сельдерей, 450 грамм сельдерей. Сельдерей бауыр тазартуға көмекші екен. Екіншісі жасыл смузи, 2 сәбіз, 1 қызылша, алма және су. Үшіншісі 2 штук киви, 2 штук жасыл алма, 1 штук қияр және шпинат. Төртінші смузи яблочный уксус, апельсин, куркума, су және бал. Бауыр бұл біздің ағзамызға түсетін зиянды заттарды күнделікті өткізетін сүзгіш орган. Бауырдың көптеген агрессивті жаулары бар: алкоголь, дәрі-дәрмек, тағамнан алынатын химиялық қоспалар. Ғалымдар кептірілген өрікті тұтыну бауыр ісігінің қаупін төмендетеді. Ал бұл кептірілген жемісті құрайтын фенолды компоненттер бауырды шамадан тыс жүктейтін холестеринді төмендетеді деген қорытындыға келді. Достар, ақпарат ұнаса, жүрекшені басып, пікір жазып отыруыңызды сұраймын. Қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды.